Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Отырыңыз, рахмет. Балалар, бүгін сабаққа кім жоқ? Себебі ме балалар? Иә. Қай сыныпта қанша оқушы отыр? 22. Жақсы. Біраз математика кітабын ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Сынып жұмысы. Балалар, бәріміз маған қарайықшы. 1, 2, өте жақсы белгілеріміз қарап балалар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жаңағыдай ондық бөлшектерді натуралдарға және ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу болып табылады. Енді біздің осы бүгінгі сабақта осы ондық бөлшектерді алдыңғы сабақта ондық бөлшек натуралдарға бөліп үйрендік қой жақсылап, есеп шығар. Енді осы сабақта біз балалар әңгіме қоямыз, ондық бөлшекке бөлуді жақсылап меңгеретін боламыз. Біздердің алгоритм картасы алдыңғы сабақта біз қолданамыз, балалар. А қатары жоқшы. Өте жақсы. Б қатары, С қатары, Д қатары, Е қатары, F қатары. Яғни әркім өз орнын біледі. Біз бүгін 10 балды бағалаумен бағаланамыз. Біз жаңағыдай бүгінгі өтетін тақырыбымызда 3 кезеңмен шығаратын болады екенбіз. Байқау, бекіту, есте сақтау. Әр кезеңде төменгі күрделілік есебі, аралық күрделілік есебі, және жоғары күрделілік есебі беріледі екен. Балалар, бүгінгі тақырыпты жазайық. Ондық бөлшектерді. Ондық бөлшекті. Түсінді ме балалар? Иә. Балалар, біз осы ондық бөлшектерді бір-біріне бөлген кезде жалпы жай бөлшектерді бір-біріне көбейтіп бөлген кезде нені білеміз ең бастысы, ең бастысы? Көбейту, кесу. Енді қабілеттерімізді тексеріп көрейін, балалар. Қабілеттерімізді тексеріп көрейін, балалар. Қанша балалар? 60. Жарайсыңдар. Одан кейін 26. Керемет. Одан кейін 42. Жарайсыңдар. 28. О, молодец. Жарайсыңдар. 35. Ғажап. Яғни біз көбейту таблицасын жақсы біледі екенбіз, балалар. Олай болса балалар, жаңағыдай мен сіздерге ондық бөлшектерді ондық бөлшекке бөлуді қарастырып кетейін, балалар. Мысалы бізде мынандай сан кездестірдік. 9,5 бөлінген 1,9. Қандай сан? Ондық бөлшек. Енді бұл 9,5-ті қалай айтамайдық? 9,15. Оқыған кезде. Жарайсыңдар. Осылай оқиды керек, оқығанышты. Енді балалар. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлген кезде біз бөлгішке көңіл бөледі екенбіз. Яғни біз бөлгіште бізде жаңағыдай үтірден кейін қанша сан болып тұр? Бір сан болып тұр. Яғни бұл қандай? Ондық үлес. Ондық үлес болғандықтан біз не істейміз? 10-ға бөлгішті де бөлді де көбейтіп шығады екенбіз. 9,5 көбейткен неше? 10 бөлінген 9,9 көбейтілген 10. Қанша болады балалар, айтыңдаршы? Яғни 9,5-ті 10-ға көбейтсек, бір өтірді былай болсын, көбейтіп қоямыз балалар? 0, 0, 5, 9, 0, 5, 9. Сұрғыма береміз. Қанша болады екен? 95. Жарайсыңдар. Ең басты сіздер көбейтуді білсеңіздер болды. 9,95 бөлінген қанша? 19. Жарайсыңдар. Ал енді біз 95-ті бөлеміз 19-ға. Нешені береміз? 5. Жарайсыңдар. Яғни 5-ке 10-ды көбейтсек 50, 5-ке 9 көбейтсек 45. Қанша болады екен? 95. Керемет балалар. Енді біз ондық бөлшекке бөлуді түсіндік қой, бұл бірінші тәсілі, балалар. Ал мен сіздерге қазір тағы екінші тәсілін айтқым келіп тұр. Ауызша шығаруға да болады екен, балалар. Яғни біз жеке-жеке 10-ға көбейтіп отырмай, ауызша шығарсақ та болады екен. Ондық бөлшекке бөлген кезде. Не істейміз? Үтірден кейін бір сан болатын болса, біз үтірді бөлгішке қараймыз бірінші. Бөлгіне бөлгішке қараймыз, бөлгіште үтірден кейін бір сан болатын болса, не істейміз? Бір сан, яғни бір үтір жұмыстар қыламыз. Сонда бір үтір жұмыстар қанша болады? Мына үтірімізді, мына жұмыстар қанша болады екен? 95 болады екен. Мына түріміз не қанша шықса? 19. Яғни 9,5-ті 19 бөлсек қанша шықты жаңа? 5 шықты. Түсіндік па балалар? Яғни ондық бөлшекке бөлуді түсіндік қой? Жарайсыздар. Енді қазір натуралдарға бөлуді бір қарастырып берейін. Мысалы бізде 60,5 бөлінген 5. Оны біз білеміз, яғни бұл жерде біз не істейміз? Баған түрінде бөлеміз. 60,5 бөлінген 5. Қанша болады? Айтамыз. Қанша болады? 18. Қанша болады? 4. 5 түреміз. Қанша болды? 4. Яғни 60,5-ті 5-ке бөлсек қанша болады екен? 12,1 болады екен. Яғни ондық бөлшекті натуралдарға бөлуді білдік па? Жарайсыздар. Енді бізде кейде мысалы мынадай шартты функционалдық сауалдыққа қатысты есептер кездесуі мүмкін екен, Оны жағдайда есеп екенбіз. Мысалы бізде қазір есеп кездесіпті. Жаңағыдай айта кетейін. Мұғалім дейді. Мұғалім жаңағыдай мысалы Айналаның туған күніне 3,2 литр кола әкеліпті.
koyup kuramız ya? Ya? Şartla kuramız. Ben desek olsa, 3,7 kola kaç ekin? Kola? 3,7 litre ekin. Olsun kolаны. O, жаңағыдай 1,8 оқушыға құйып беріпті. 1,8 стаканға, ya? Яғни, стаканға құйыпты. Стаканға, неше стаканға құйған? 1 стаканға құйып беріпті, ya? Құйды. Енді, әр стаканда, 1 стаканда, неше, қанша литр кола бар, қалай ойлайсыз? Қазір бөлек, есептеп, қанша литр? Енді біз не істейміз? Шешуін жазамыз, не балалар, шешуі дейміз. Ол үшін жалпы бізде қанша литр кола болды? Оны енді біз 1 стаканда қанша литр кола бар дейміз, не істейміз? Жарайсыздар, яғни 3,7 бөлінген 8. А бұл жағдайда қалай бөлеміз? Маған кімде? Бөлеміз, не балалар? Бөлінше өздеріңізге қарап көріңіздер. 3,7 бөлінген 8. 3 бүтін. Онан үлкен бұл 8 бар. Калькулятор төлесі алды. 8. Яғни бұл жетпек маған не береміз? Жарайсыздар. 0 береміз. 0 берген екені түрді қойып. Қанша болады сонда? 38 болып. Неше береміз? Жарайсыздар. Сонда бізде жаңағыдай қанша әр стаканда қанша болады екен жауабы? 1 стаканда 0,4 литр кола алып ішесіздер ғой киноға барғанда, иә балалар, иә? Түсінікті ма? Яғни біз бүгінгі тақырыптың кімде сұрақ бар? Қойыңызшы балалар. Егер де сізді есепке қатысты сұрақтарыңызға болса қоймасаңыздар, кейін қиналып қаласыздар шығаруда. Түсіндіру уақыты 10 минут. Онда олай болса балалар, барлығы түсінікті болса, онда мен не бойынша, байқау тәсілі бойынша тапсырма беремін. Бәріміз қараймыз, оқиық. Көрініп тұр ма бізге? Бізде төменгі күрделі шек, аралық күрделі шек, жоғарғы күрделі шек, үш есеп берді. Шығарамыз. Кеттік. Уақыт берді. Тездетіп шығарамыз балалар. Шарттың ғана құрамыз. Мәтінді көшірмейміз. Тек шарты, сұрағы, шешуі. Дұрыстап шығарамыз бұқият. Бізде не білді? Аяғы баптан 8,4 килограмм алма жинақты, иә? Сол жинаған алманы 7 қорапқа бөлікті. Әр қорапта қанша дейді? Болды па? Сол бәрі жоғын, әдем өтісі, иә? Бәрім жүрмады. Бес оқшыдан кейін болып келген балалар. Олар, бәрі отырамыз балалар. Бірінші тапсырмада. Бәрі отырамыз балалар. Жарайсыздар. Енді балалар қараймыз. Қалам қолда, ол қате. Тез қаламды сөмкеге саламыз. Әр есеп бойынша еңбексеріп, балаларды қояп боламыз. Жарай ма? Бірінші күтуші. 2,6 бөлінген 0,2. Бірінші есеп. Кімде 120 шықты, қол көтереміз. Бір бал. Дұрыс қой, да? Одан кейін кім? Бір бал болса. Жарайсыңдар? Екеу. Так, төртеу. Бесеу. Нажаттар. Одан кейін. Жарайсыздар. Яғни сіздер түсінсіздер, иә балалар, иә? Енді бірінші есептің жауабы осылай шықты. Екінші есептің жауабы мұқият боламыз. Екі үшін бір-бірімізден алмасаңызшы. Яғни бір-бірімізді жауап айтады. Екінші есепте 3,1 шығу керек. Қол көтереміз. Кімде 3,1 шықты? 3,1 шықты, иә? Кімде де? Так. Нешесі? 0 дұрыс. Одан кейін. 2. Ага. Сосын, қанкімде? Сезімді, иә? Сосын? Жарайсыңдар деп Фобер, иә? Фобер, ага. Жарайсыңдар? Енді, үшінші есеп. Мұқият қараймыз. Бір-бірісін тексеріп отырған шығуымыз кін, иә? Әркім өз жұмысын тексереді. Үшінші есепте 1,2 деген жауап шығу керек. Шығуымызды қара. Так, бастан. Екеумізде бір-бірісі дұрыс па? Одан кейін. Сіздерде. Ага. Мына жақта. Аяғын дұрыс, иә? Аяғын сіздер емес па? Үмітте шықпай сосын. Одан кейін дана. Ага. Так. Екінші. Одан кейін. Жарайсыңдар? Артағылдар молодцы. Беселер қағылдар. Енді. Оп. Қойдың ғой, қобыр. Аяқ. Енді балалар қарайшы бізге. Неше жүгірші болып келген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 жүгірші болып келген, иә балалар, иә? Араға жазамыз. Байқау. Неше болыпты? 9 жүгірші болыпты. Артышы неше болыпты? Яғни екі есеп, иә? 1, 2, 3, 4, 5, 6 артышы болыпты, иә балалар? 6-шы неше екен? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Сыныпта 22 оқушының барлығы, иә? Түкішіні жақсы меңгерді, иә балалар, иә? Бізде негізінде сабақ бойынша 14 көрсету керек еді, иә балалар, иә? 63%. Иә балалар?
Lekin biroq жылдамдық жетпейді деген оқушы бар ма? 1, 2, 3, 4, 5 иә? 5 оқушыға жылдамдық жетпепті. Ал кімге есеп шығаруда қиындық туындады? Кімге есеп шығаруда қиындық туындады? Ойлауда яғни 1, 2, 3 иә? Жарайсыңыз. Ал шешімінде күнде қате болды? 3, 4, 5, 6, 7 бар. Жарайды. Жаңағыдай толық меңгердіңіздер. Яғни бар 22 оқушы төменгі күнделік шек қосу бойынша есеп шығара алады. Енді аралық күнделік шек бойынша есеп шығарамыз. Одан да енді 3 есеп. Түсінікті ма? Әр есеп 1 балдан. Балалар тездетеміз иә? Тездетеміз балалар. Бұл балалар бәрі бұқят қарайды, отырамыз бәріміз. Бәріміз отырамыз, тез балалар шығып береді. Бәріміз дәптерлерімізді алмасамыз, есте сақтаудан естен кетіп. Дәптерлерімізді жүзбен алмасамыз, тез қалам қолда, балалар, қалам қолда ол қате, тез саламыз. Қаламды уже қолданбаймыз. Естеміз балалар, назар аударып, тек қана көзбен тексереміз. 1, 2, тез көзбен қарап тексереміз. Мен жауабын айтамын, тексереміз, жарай ма? Бірінші тақышы. Кімге 5? Қол көтереміз қана. Так. 1. Одан кейін, так, шөппен, иә? Сосын, одан кейін. Иә? Кім тұман яғыңызға, иә? Жарайсың. Одан кейін, ұмыт, белгілерді сіңдерді. Дана, иә? Ебес. Одан кейін. Бір сосын. Апай, маған. Апай, маған. Ебес. Енді, кімге тікіші екінші есепте 19 деген жауап шықты. Кімге 19 шықты жауап? Тез қол көтереміз. Риана да шықты ма? Одан кейін Аяла да шықты. Аяла шықты, иә? Одан кейін. Сосын. Одан кейін. Ана жақта? Ебес. Апай, одан кейін. Сосын. Жарайсыңдар. Енді үшінші есеп бойынша, ақырғы есеп бойынша кімде қалай шығартыңыздар? 0,9 деген жауапты айтар балалар. Әрқайсысы әр есепті шығарды. Негізі осы есеп шығарды деп айтқан тұғым. Сол есеп 19-10-нан көп кімге шықты? Осы есепті шығарды деген кеңестен, иә? Ал екінші ақырғы шығарғандағы 9,53. Балалар? Кімде шықты? Бұл екі жолдық қалыпты. 1, 2, 3. Данадан шықты. Я жарайсың. Одан кейін Ермаханда. Ебес па? Одан кейін Соборден шықты. Сосын Собор қайсы? Иә. Сосын жаңа неге шыққанда ма шықты? Сосын үшінші ма? Жарайсыңдар.